Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Мөлдір, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін мен сіздермен борщтың екі түрлі жасалу жолымен бөлісетін боламын. Сол себепті де каналымнан алыстамай видеоны соңына дейін көруге тырысыңыздар. Видео сіздерге пайдалы болатынына сенімдімін. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай видеодағы екі түрлі борщ. Ең алдымен үлкен ыдысымызға салқын суымызды құйып, үстіне міндетті түрде сүйегі бар еттерді жақсылап жуып салатын боламыз. Еттің міндетті түрде сүйегі болуы тиіс. Сол кезде сіздің сорпаңыз өте дәмді болып шығады. Біраз уақыттан кейін біздің суымыз қайнап, бетіне осылай еттің көбігі пайда болады. Көбікті ситаның көмегімен тазартып аламыз. Кейіннен дәміне қарай тұз саламыз және етті піскенше күтеміз. Мен тура 2 сағат қайнатамын. 2 сағаттың ішінде еттім жұп-жұмсақ болып шығады және үстіне картопымызды турап саламыз. Картопымыз бір қайнағанша бөлек табамызға аздаған сұйық май құйып, біздің қуыратын заттарымызды дайындаймыз. Бұл жерде бір пиязды жұқалап осындай турап, бір қуырып аламыз. Пияз жақсы қуырылып жатқан сәтте үстіне үпкіштен өткізілген бір сәбізімізді салып, екеуін тағы бір араластырамыз. Мен борщқа үнемі 2 қызылшаны пайдаланамын. 2 қызылшаны сыртына ашып, жақсылап жуып, оны да үпкіштен өткізіп, қуырылып жатқан пияз бен сәбіздің үстіне салып, араластырамыз. Біздің көкөністеріміз қуырылып жатқан сәтте үстіне бір ас қасық толтырмай томат пастасын салып, тағы да бір араластырып қуырып аламыз. Жақсылап қуырғаннан соң үстіне қайнаған су немесе мен секілді осылай еттің қайнаған сорпасын құйып жіберсеңіздер де болады. Ешқандай айырмашылығы жоқ. Және бетін жауып, астын басып, баяу отта 5-10 минут ұстаймыз. Мінекей, менің етім тура 2 сағат бойы өте жұмсақ болып пісті. Жұмсақ болғаны соншалық сүйегінен ажырады. Енді осылай картопымыз суы қатты қайнап жатқанда үстіне көкөністерімізді сала бастаймыз. Капустаны осылай ұсақ етіп, жіңішке етіп турап саламыз. Және бетін жауып бір қайнағанша күтеміз. Бір қайнағаннан соң үстіне жаңағы біздің табамыздағы зажаркамызды, яғни біздің қуырылған көкөністерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Және біздің көкөністерімізді қатты езіп жібермей, өзіңіздің қалауыңыз бойынша аздаған уақыт қайнатып аламыз. Мен борщқа міндетті түрде сарымсақ қосамын. Мінекей пісті деген кезінде 5 минут қалғанда сарымсақты салып, және піскен етімізді жаңағы турап, ең соңынан осылай салып 5 минут ұстап, содан соң құйып іше берсеңіздер болады. Бұл бізде борщтың қуырылған, яғни көкөністерін қуырып жасау түрі. Өте дәмді болып шығады, сіздер де міндетті түрде жасаңыздар. Борщтарыңыз осындай қып-қызыл, әдемі, өте дәмді болып шығады. Енді келесі кезекте мен сіздерге борщтың жаңағы көкөністерін қуырмай дайындау жолын бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол видеода дәл осылай қайталаймыз, тек көкөністерді қуырмаймыз. Ең алдымен дәл жаңағыдай салқын суымызға сүйегі бар етімізді салып, бір қайнағанша күтеміз. Суымыз қайнап жатқанда бетіндегі көбігін ситаның көмегімен тазалап аламыз және бізге қажетті көкөністерді тазалап, жақсылап жуамыз. Мінекей, картопты дайындап қойдым. Етіміз пісті деген кезде картопты салып, бір қайнағанша күтеміз. Суымыз қайнағанша көкөністерді дайындап алдым. Бұл жерде бір сәбіз, үпкіштен өткізілген және 40 қабатты ұсақ етіп өткіздім және қызылшаны да 2 үлкен қызылшаны үпкіштен өткізіп алдым. Енді барлығын кезегімен біздің қайнап тұрған сорпамызға саламыз. Мен осылай қызылшаның кішкене бөлігін кейінге алып қаламын, тағы да қызарту үшін сорпамызды. Етті де піскен соң осылай шығарып дайындап қоямыз. Кейіннен үстіне 40 қабатымызды саламыз. Барлығын осылай бірінен соң бірін кезек-кезек сала берсеңіз болғаны, жасалу жолы өте оңай. Кейіннен сәбізімізді салып, жақсылап араластырамыз.
Біздің көкөнісіміз қайнағанша піскен етімізді сүйегінен ажыратып ұсақ етіп тураймыз және 2 сарымсағымызды ашып үккіштің осындай кішкене көзінен өткіземіз. Сарымсағымызды борщ пісуге 5 минут қалғанда саламыз. Менде видеоға түспей қалыпты. Және де туралған етімізді де салып, барлығын бір араластырып 5 минутқа қайнатамыз. Жалпы маған борщтың осы екінші, яғни қуырмай жасалу жолы өте қатты ұнайды, әрі ерекше дәмді болып шығады. Сіздерге қай түрі ұнайтынын комментарийға қалдырып өтсеңіздер болады. Негізінде мен үйде борщты көкөністерін қуырмай осы екінші жолымен үнемі пісіремін. Бұл өте оңай әрі пайдалы болып саналады. Осымен біздің борщымыз дайын. Қараңыздаршы, түрінің өзі қандай тәбет ашады, өте дәмді болып шықты. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.